Ассалаумалейкум достар, қалайсыздар? Неке көп видео шықпай кетті ютубқа. Сіздер үшін бір контент алуға тырысам қазір. Қазақтың жақсы көретін Camry бар, басқасы бар, енді Toyotаны жақсы көреді корейспен. Мынандай Subaru'лары бар сосын. Достар, лайк басып қойыңыздар. Каналға кішкене поддержка беріңіздер. Жайлап қайттан жандандырам, Алла қаласа. Сіздер үшін біраз көліктер түсіріп шығам. Сіздерден тек қана лайк, комментарий. Және қызықты ақпараттар болады. Қалай әкелем, қаншаға түседі, растамош қанша, барлығын айтам. Бізбен бірге болыңыздар. Және номер қоям, WhatsApp, Instagram, TikTok бәрін. Сол жаққа да тіркеліп қойсаңыздар болады. Instagramдарда күнделікті видео шығып тұрады достар. Subaru 2020 жылғы, 22 жылғы точнее. Бағасы $28.000. Грузиядағы тұрған бағасы 2.5 көлеммен. Люкпен. Қара диски Yokohama дейді. Іштері әдемі екен, сары. Полный комплектация. Алдарыңызда 50.000 миль жүрген 70-тік. $18.000 сұрап тұр, түсірген екен бағасын 20 жылғы 2.5. Аппақ. Жемшөк емес, акрил. Есен нұсқасында. Қара ақ. Есе. Бағалар шамамен осындай достар. Негізінде біздер жалпы видеода бағаларын көрсетеміз примерно. Бұлардың енді Carfax заттары қалай соғылған, оларды қалай білеміз дейтін болсаңыз, ол адам заказ берген кезде толықтай біздер минимальный повреждениемен тауып береміз. Подушка ашылмаған керек болса, ашылмаған, бампер түсіп қалған, артынан деген сияқты удар. Бәрін іздеп тауып береміз. Ол үшін тек қана біздің услуга $500 ғой подбор. Соның жаңағы 200-ні алдын ала жіберіп қоясыз теңгелей. Болды, сіздер уже подборға шығып, жақсысын табамыз. Содан кейін ары қарай сөйлесе береміз. Доверенность арқылы сіздің атыңызға шығарып алып береміз. Қазақстанға әкеліп береміз даже. Перегонмен. 2 күнде барады. Мынау толық комплектация рунерді қараңыздар. Негізі толық комплектация әдемі болады. Мынандай никельдермен алды бөлек еще. Екеуін салыстырмалы түрде қараңыз, лимитедпен простой комплектация. Мынаның түрі онша емес те, мынау әдемі көрінеді. Тұмсықтары. Бірақ $48.000 сұрап тұр, 22 жылғы. 8.000 миль жүрген 4 көлем. Люгімен полный. Дөңгелектерде әдемі Yokohama екен. 360 камерасымен. Бесключевой доступ. Ішін қараңыздар, енді қоңыр салон екен. Кілті жауық тұр. Әдемі, $48.000. Әрине саудасы болады негізін яқты. $45.000-ға алуға шығар примерно. Артқы парктроник. Қатты қинап жүрсем, одан да түсуі мүмкін деген сияқты ғой. Саудаласқаныңызға байланысты. Limited. Алсаң Foreigner'дың limited түрін алу керек. Қалада айдайтын болсаңдар. Ал ауылға мінетін болсаңдар, мынандай түрлер жарайды. Астың биіктігін қараңыздар, қаланша. Секрет несі ғой мына. Мынау енді $35.000 сұрап тұр. 21 жылғы 22.000 миль жүрген. Мынау тұр қара түрі. $32.000 дейді бұлда. Мынау да $36.000, $33.000. Жылдары 18 жылы $33.000 қымбат негізі. Мынау $45.000 тоже лимитед. Солай. Вот лучший этот сотрудник, да, Кавказа? Стараемся. Давай скажи на YouTube казахстанцам. Қалайсың, достар? Қазақша білет еще. Келіңдер, Мишадан начиналыңдар. 2015 жылғы 3-тік көлеммен мынау, достар. E400 дейді. Бағасын қараңдар, 18.500 сұрап тұр ма? Қымбат негізі. Полный комплектация сияқты бақ. Жауық әрине, панорама криша, кожа салон, бесключевой доступ, старт столбы бар. Не бар тағы, подогревтер бар шар, енді бұларда сама собой. Проекция жоқ екен. Подогрев вентиляциясымен бар. 3-тік көлеммен. Негізі бұлардың көбісі 3,5 болады, мыналар арасында 3-тіктер де болады осында.
Toyota RAV4 XL нұсқасында қап-қара екен, жанып тұр. Диск кішкентайлау екен. XL $16,000 17 жылға. 2.5 бензин. XL емес ол мынау. L емес па простой? L ғой негізі. XL деп қояды. Простой кілтпен қызады. 112,000 миль жүрген. Люк бар екен. Бірақ XL-де жазылып тұр да? Әдемі орет мынау бар. Жоқ, өтірік жазып қойған мынау. Поштарт жоқ мынада. Поштарт бесключевой жоқ. Минус XL ма? Міне осындай бағалары примерно. Ал міне мына жерде 70-тіктердің отаны 75 толып тұр. Арасында Corolla да тұр. Осы Corolla'ны да көп сұрайды, түсіріп жіберейінші мен. $12,800 18 жылға 1.8 люкпен. Қою жасыл екен. Түсі. 70-тіктер $28,000 мынау. 2021 $28,000 қымбат негізі. $25,000 тауып алады примерно жақсыларын. 70 көп қазір. Көп келген машина кішкене баға түседі. Таптырмайтын машинер енді арзандау жүрді. Қымбат болады деген ғой. Так, мысалға біздің услуга $500 тек қана подбор. Тауып қоямыз, өзіңіз айдап кетеміз десеңіз. Бірақ айдап кету үшін достар жолға құжат жасалады. Отдельно $400. Обеспечение деп айтылады, ол через Ларс айдап өту үшін. Ол құжат болмаса Россиядан қайтар жібереді. $400 құжатыңыз жасайсыз да, через Ларс Россияның үстімен айдап өтіп кетесіз. Астрахан ары қарай кете бересіз. Ал біздің тек қана көлік, жақсы көлік, удар аз алған дұрыс көлік тауып қою үшін $500. А полный Қазақстанға келіп бер десеңіз $1700 болады. 500 сом подборы, жаңа 400 обеспечение кетеді. Қалғаны балдарға, бензинге, барлығына кетеді ғой сол. Жолға деген сияқты. Солай. Мысалға машина мысалы $22,000 ма мына Урмазда? $23,700 Ақтаудан бір шығады. Мынау 21 жылғы екен, 2.5 көлем, 23,000 миль жүрген Mazda. CX-30 дейді. Бұлар енді көбінесе орыстар алады. Қазақтар Mazdaға жоламайды. Осылай. Тағы сұрақтар болса, ала алмай қалам. WhatsApp-қа шықсаңыздар болады, телефон қоям. Ал енді алдарыңыздан Леха 2015 жылға домалақ кузовта. Алдым, бірақ мына рестайлингтерді ұқсатып жүрген решеткасын. 19,200 сұрап тұр, 3.5 көлем, 15 жылға 110 мың жүрген. Подогрев вентиляциясы мен кожа салон полный. Қараңыздар, никельдер қалай әдемі астында. 360 камера жоқ, бесключевой доступ, старт-стоппен. Іші ақшыл кожа бар, бұлар. Америкалықтар негізі ақшыл кожаны жақсы көреді. Чем қап-қара. Европейстер қара болған жақсы көреді, іші көбісі. Міне вариант 2015 жылғы $19,000. Саудасы болады әрине. Достар, осы мен міне көріп шықтық. Енді сіздер үшін барлығын түсіріп бастаймын. Бұдан ары қарай да біраз видеолар шығарып тұрамын, достар. Тек қана каналға тіркеліп алыңыздар. Әлі біраз көлік көрсетемін. Өздеріңіздің көре алмай қалған көліктеріңіз болса, келесіде көресіздер. Сондықтан тіркеліп, лайктарыңызды аямаңыздар. Және топтарға бөлісіп отырыңыздар WhatsApp топтарға. Достар, солай, қош сау болыңыздар.